алыста тосып қалған Бикеш сіңлісінің ұзақ бөгелгенін жақсылыққа жорығанмен біртүрлі алаңдаулы. Көк қақпадан бермен шығып жүре бер үйге, бәрі де ретіне келді деген Гаухардың жайлы үнін естігеннен кейін ғана орнынан қозғалған. Толғанай әженің бар жұмысы сәбимен. Сәл қыңқылдаса қасына үкідей ұшып жетіп барады. Өбектеп қолына көтереді, ыңылдап әлдейлейді. Сүті үзілмейтін емізікті шыныны аузына тосады, астын құрғатып жөргек ауыстырады. Күнде кешкісін иісті сабынмен бұрқыратып жуып жатқаны өзін. Су баланы ширатады да ысытады дейді әжей. Гаухар қанша құмартып ықылас құлатқанымен кемпір әлденеден күдіктенгендей, әлденеден секем алғандай мұның алдын орап кес-кестей береді. Шешей, жөргегін беріңізші, жуып тастайын. Қолыңыз талды ғой, мен көтерейінші. Арбасына салып есік алдына шығарса қайтер еді дейді бұл. Оған Толғанай ырық бермейді. Атай көрме, өзім жуамын жөргегін. Жөргекті мұқият жумаса болмайды баланың. Далаға шығарса суық тиіп қалар. Ер бала аяқ басқанша әлжуаз болады. Қолым неге талсын, талмайды. Мені мына түріңмен жылы орап еш түбіне отырғызып қояр түрің бар ғой өзі. Бізге елең болмай қызметіңе бара бер жаным дейді бәйек болып. Кемпір жолатыңқырамай, ол сәбиді қолына алып мауқын басып бір құмарланып сүйе алмай, арбасумен 3-4 күн өтіп кеткен. Бұл екі арада Толғанай ұл мен қызын, бір топ немерелерін Гаухармен таныстырып та үлгерген. Олар да инабатты, жүзінен иманы төгіліп тұрған Гаухардың шешелерімен бір тұрғанын құп көргендей еді. Гаухарға кемпірдің баланы қызғыштай қорып маңайлатпағаны тірі азап болды. Бұлдырап өзімен өзі болып отырған сәбиге ұрлана көз қиығын тастайды. Сөйтеді де іші бауыры езіліп жүре береді. Баланың қою қасты, дөңгелек жүзді, тәмпіш танауын, дүрдейі біткен қалыңдау ернін, мойылдай жарқыраған шарасы кең жанарларын алғаш көргеннен ақ мынау Талғат қой, жаным-ау, әкесінің аузынан түсіп қалғандай ғой өзі деп жұтынған. Содан бұның кемпір айтқан Жолдыбай да немересі де емес, өз ұлы сырым екендігіне шүбәланбаған. Оның бұл тұжырымын самайындағы тарыдай ғана қара меңі де растағандай еді. Ұят аятты бұлай сырып тастап, қасына жетіп барғысы, қолына алып аялап сүйгісі, бауырына басып егіліп тұрып ағыл-тегіл жылағысы келеді. Бірақ қылмысы ашылып қалар адамдай өзі-өзінен қуыстанып маңына жолауға баталар емес. Бірте-бірте жанасып, ақыр аяғы тапсармын деген сенімде алып ұшып өрекпіген сезіміне тұсау салғандай. Кемпірде қашанғы мұның адымын аңдып күзете берер дейсің. Баланы қызғыштай қоруына қарағанда әлденеден күдіктенетіндей ме қалай өзі? Гаухар жұмысынан оралып келе жатып, балалар әлемі дүкеніне соққан. Ойыншықтар сатылатын тұста көп тұрып, ақыры тербелмелі ат сатып алған. Сырымда аттың үстіне отырғызып тербетіп ойнатпақ ойы бар. Үйге келсе кемпір баланы төсеніш үстіне еңбектетіп жіберіп қойып, қызығына қарап отыр екен. Ой, ботасы сол, әжесінің алданышы ғой бұл деп, баланың еңбектеймін деп етбетінен түсіп, кейде тоңқалаң асып кеткеніне мәз болып күліп қояды. Әжесі, немереңізге мына атты сатып әкелдім. Келіңіз мінгізіп тербетейік деген Гаухар әткеншек атты Толғанайдың алдына келіп қойды. Ту балам-ау, осынша ақша шығарып, несіне алдың мұны деп, киген түр танса да Гаухар әкелген сыйлықтан тартын алмаған. Ал ботам, қане тәтең әкелген әйтшуге отырайық деп, баланы әткеншек аттың үстіне отырғызып тербете бастады. Бала мынандай ойыншық тұлпардың үстіне мінгеніне шексіз мәз болып, ерекше бір рахатты сезіммен сықылықтай күлген. Гаухар шыдай алмады. Баланы бас салып, екі бетінен кезек-кезек құшырлана сүйіп алған. Сөйтті де көкірегінен лықсый көтеріліп, қос жанарына келіп қалған ыссы жасын көрсеткісі келмегендей ауыз үйге ата жөнелді. Толғанай Гаухардың мына оқыс қылығына мән бермегендей баланы төсенішке түсірді де тысқа беттеген. Шығып бара жатып, терезе түбінде тысқа телміре қарап тұрған Гаухарға бұрылып, анау баланы байқа, бірдеңеге ұрынып қалмасын деді. Осы бір тілекті күтіп тұрғандай Гаухар да төргі бөлмеге тұра ұмтылды. Сырымды жерден тік көтеріп алып бауырына басты. Сүт сіңді омырауын, тершіген мойнын аймалап, ала бөтен елжірей егіліп, айналып толғанған. Ұзақ уақыт бұғып, тұншығып келген бір ыстық сезім
талай күндер алтын бөгеп, кес-кестеген тосқауылды бұзып жарып, ағыл-тегіл ақтарыла жөнелгендей еді. Бұл аналық жүректің тіл айтып жеткізгісіз ұлы сезімі, сәбиге, жер дүниедегі тіршілік атаулыға, ақ арман, асыл үміт лүпілінен ғана өмірге келе алар сағыныш, махаббат сезімі болатын. Тұла бойы балқи елжіреп, ет жүрегі бұрын соңды болмаған, рахаты мол шуақты күйге бөленіп, өзінің ана екендігін жаңа ғана мойындатқандай. Өмірге қайта тудырған ұлы сезімнің топанды тасқынына ілескен көңіл қуанышы бір қиырға самғай ұшырып, биіктен биікке жеңіл көтеріп әкетіп бара жатқандай әсерде отыр. Көкірегін шарпыған сәбиінің жып-жылы лебі, кішкентай ғана кеудесін тепкілеген титімдей жүрегінің лүп-лүп соғысы, өз жүрегінің лүпілімен қосылып, тұла бойын қуалай аққан қанымен, алған демімен бірге араласып кеткендей. Аласұрған жүрек басына төңкеріле қалған алмадай анарының астына тұмсығын көміп, бұйға түскен сәби де өз анасының, өз тіршілік иесінің басқа емес, тап осы гауһар екендігін жазбай, танып білгендей тына қалыпты. Сонау жүрек тереңінен шымырлатқан, шымшылатқан рахатты, қызық тұла бойын кернеп келіп қалған, қызуы мол сиқырлы тасқынға айналды да, кеуде тұсын солқылдата суыра сыздатып барып, қос анардан ақ сүт, ана сүті болып сорғалай жөнелген. Мына тосын құбылыстан шошып қалған гауһар жалма-жан кеудешесінің түймелерін үзіп жіберіп, ұшы ақ сүтке шыланып, мөлтілдеп шыға келген анар үрпісін сәбиінің аузына тоса берді. Сәбидің мамық еріндері үрпіге тигенде, талқысып кеткендей бір әсерге бөленіп барып есін сорға жиған. Құныға құшырлана сорған сәбиінің бейкүнә әрекеті тұла бойын талмаусыратқан. Бейжай рахатты сезімге бөлеп алғандай еді. Сәбиін көкірегіне құшырлана қысып, ағыл-тегіл жылап отырған гауһардың ту сыртынан келіп, анадан тапжылмай қарап тұрған толғанай да шыдай алмаса керек. «Жә, балам, сабыр ет», деді. Ана мен бала табысуының бейкүнә ғажап сәтін бұзғысы келмегендей сабырлы қалыппен. Алғаш көргенде-ақ тегін жүрмегеніңді сезіп едім. Ана жүрегін сезінбесе ана болама тәйірі. Бірнеше күн маңына жолатпай азапқа салғанымды кешір, балам. Шынында да ана деген бейбақтың баласы үшін жолы бөлек екен ғой. Сол үшін отқа да, суға да түсесің. Ұяттан да аттайсың. Алдарыңнан жарылқасын, алда бауырыңа бас, шырағым. Тумай жатып көкпарға түскен лақтай болған неменің қызығынан айырғаным күнә болар. Талғат ата-анасынан ат құйрығын үзуге таяу еді. Шешесі-ақ миын шіртіп болды. Әуелде гауһарды ертіп әкелгенде-ақ жиырылып, жаратпай қалған. Сондағы уәжі гауһар ауылдың қызы. Тәрбиесі тапшы, киген киімі, жүрген жүрісі астанаға лайық емес. Ал біз болсақ жоғары қауымның адамдарымыз. Анау әкең білдей бір главканың бастығы. Досы бар, дұшпаны бар дегендей, жалғыз ұлына таңдап әпергені мынау ма, ауылдың жетім қызыма демей ме? Дейді дегенде де, мұның басқан адымын аштырмай аңдып отырған бақталас әйелдері айтады, алдымен еріндерін қайыстай созып. Бір қатын естіді дегенше, күллі Алматының әйелдері құлақтанып болды дей бер. Солардың алдында анаңды жер етсең, ақ сүтімді аспанға сауамын деп кесімді сөзін кесіп айтқан. Әйелінің шегелеп айтқан сөзінен асалмайтын әдетіне баққан әке желкеден басқанда етіп отырып, шешеңнің сөзі сөз деген сыңай аңдатқан. Балам, әркімнің өз кругы бар, қатарынан кем болмасын деп арнайы мектепке бердім. Московский бір вузды бітірдің. Қазір шүкірлік, мынау деген бөлім бастығының орынбасарысың. Бірер жылда одан да әрі дегендей. Сөйтіп жүріп өз кругыңнан шығып кеткеніңе таңмын деген әке Талғатты жұмыс кабинетіне шақырып алып біршама ақыл айтқан. Анаңды ана деп, мені әке деп сыйласаң, біздің де сөзге құлақ тос. Анау Сәркен Сәтбаевичтің қызы Жанна қандай бала? Ол семьяның бізге деген ықыласы ала бөтенін де білесің. Жаннаның ағалары қандай? Осы қаладағы барлық сауданы билеп тұр. Мен мәңгі қасыңда жүре береді деймісің? Ертең тұғырдан тайсақ, солар сүйеу тірек болмай ма саған? Соны неге ойламайсың? Қазір өз күшіңе сенетін заман ба? Сондайда ағайын жегжат болмаса, балақтан басқа ерлеудің күні кеткен. Туф, папа, адамның ойында жоқты айтып не қыласыз?
Әркім өз еңбегімен дегенді жиі айтушы едіңіз. Маған келгенде басқа біреудің көмек жәрдемін алдыма тарта беретініңіз қалай деген Талғат әке ақылын азырқанған ыңғай білдірген. Үнінде әке ақылын қабылдамағаны бұлай тұрсын, қарсылық та бардай көрінген мына нән кабинеттің қожасына. Адамның күні адаммен дегенді атаң Қазақ айтқан. Сол философия бүгінде тозған жоқ, өмір бойы тозбақта емес. Менің осы главкада отырғаным кімнің арқасы деп отырсың, ә? Анау балдыздың арқасы. Оны адамның да, Құдайдың да алдында жасыра алмаймын. Әйтпесе мен сияқты осы орынға лайықтылар жоқ деймісің? Әкесі креслоны шағып жіберердей шалқая түсіп, нығыздалып отырған. Талғатқа әкесінің ашып отырған мына жаңалығы тосындау естілген. Әкесіне тіктеп қарауға төменшіктей беретін Талғат бұл жолы көз тайдырмай тіктей қадалған. Баласына үлгі болар мысалды алыстан іздемей өз басынан тапқан әке уәжін мойындағысы жоқ, ұл басын шайқап жерге қарады. Мамық креслоға зорға сыйып отырған төртбақтау келген еңселі, қарасұр адамның пір тұтып келген өз әкесі емес, әлдекімдердің қолдап, сүйеумен жүрген табан бүрі тайғанақ, соңғы кезде жиі айтылып жүрген жел баққыш, жай баққыш, сырты дүр, іші сұм басқа біреудей әсер еткен Талғатқа. Әке ұятын өзі көтеріп отырғандай, Талғаттың екі беті дуылдап, таласқа түсіп, қарсылық білдіргісі келгендей. Болмаса, әкетай-ау, өз адасқаныңмен қоймай, мені де адастырғын келіп отырма, мұның не деп ашына ақтарылғысы келгендей бір түрлі қызуланып, қатулана қалып еді. Бірақ әкесінің мына отырған нар тұлғасы, кіріп келген адамның еңсесін езіп, бірден пәстендіріп жіберер, мына ат шаптырым нән кабинет, анау емен столдың қос қапталына қатар тізілген қызыл, ақ, сары, көк телефондар, төрт қабырғаны түгел қаптап тастаған көз тоқтамас айшықты тақталар, басқан ізіңді жұтып жатқан анау төселген түгі қос елі кілемге дейін салтанаттылық пен сұстылықтың, міз бақпас паңдық пен көптің қолы жете бермес мәртебелі биіктіктің сипатындай әсер еткен. Осының бәрі туғалы әке кабинетіне бірінші рет кірген Талғаттың тілін байлап, қарсы дау көтеруге мұрша бермегендей еді. Әкенің үйде емес өз кабинетіне шақырып алып, ақыл қосқанында да осынау сыртқы көріністің жас жігіттің психологиясына қатты әсер етерін сезінген үлкен адамның сұрқия сұңғылалығы жатқандай ма дер едің. Әкем бар шындығын айтып отырма осы дегендей, Талғат әке жүзіне тағы да аңтарыла қарап, үнсіз отырып қалған. Қара сұр жүзінен жылт еткен жылылық та, шамадан шыққан қатулық та байқалмаған. Сырын тереңге жасырған суық дидар сол міз бақпас қалпынан жазбаған. Әке сөзінде жалғандық жоқ екен. Сонда құлап біреудің шашып тастаған дәнін теріп жеп, енді қандай жақсылығың бар деп емініп, телміріп отыру керек пе мұныңда? Ондай тірлік Талғат үшін лайықты бола қояр мекен? Сонда менің алып отырған орнымда әлдекімдердің шапағатынан екен ғой әке. Олай деу әлі ертеректеу болар. Дегенмен биіктік тап осындай орнынан басталады деген әке суық жымиды. Ұлым сезімсіз емес екен деген болмашы разылық көңіл қылт етіп бас көтеріп қалып еді әке көкірегінде. Әркім өзіне лайық орнын таппаса, қоғамға да елге де не пайдасы болмақ әке? Баламысың деген қалауын тапсаң болмайтын нәрсе жоқ. Мәселен мен басқарып отырған главка өзіне жүктеген міндетті нашар атқарып отырма? Олай дей алмайсың, солай-ақ болсын. Егер сізден де іскер, тәжірибелі басқа біреу келсе, бүгінгіден де мол қайтарыммен жұмыс істемес пе еді? Мен солай ойлаймын әке. Ұлым, қыз таңдаудан басталған әңгіме бұлай қалып, сен әкеңнің кресло әкеңе лайық еместігін дискуссиялауға көшіп кеттің ғой. Жоғарғы жақ үнемі лайық деп тапса, бас ауыртып басқа біреуді іздеудің не қажеті бар? Ол мәселені соларға қалдыра тұрайық та, ал өзің шешеңнің қатын алма қайын ал деген аталарыңның сөзін есіңе ұстасаң болады деп, орнынан тұрған әке баласын ат шаптырым кабинетінің есік көзіне дейін шығарып салған. Талғат әке кабинетінен еңсесі түсіп, өрекпіген көңілі су сепкендей басылып шықты. Оңашалап шақырғанда әйелдігіне баға береді. Шешеңнің байбаламын қайтесің, ескі көзқарастың адамы ғой. Сен жігіт емессің бе? Сүйдің екен сонымен бол. Күні ертең өкінішің де күйігің де аз болады.
Оның үстіне ұлың бар, баланы тірі жетім атандырғаның жігіт басыңа лайықсыз. Шешең тулар да қояр, Гауһармен қосылуға қарсы емеспін дейтін шығар деп еді. Мәселе өзі күткеннен мүлде басқаша болып шықтау. Әкесі айтқан жаңағы ақылға иек артса, бала танауынан жетелеген әке танауынан жетелеген шеше сияқты күлкілі бір көш керуен түзілер еді. Оның бәрі Талғат үшін ақылға сыймас абсурд, күлкілі жағдайдай көрінген. Манадан бері ұлының пәлсапасын санасына сіңіруге әлек болған әке ақылын абсурдқа салған бала арасындағы мына болмашы өмірге көзқарасы керағар, текетірес, бір-бірімен қосылуды білмес аттас зарядтар тебісіндей түсініксіз бірдеңелер жатқандығын әке де ұл да осы әзірде байыбына барып зерделей қоймағаны шындық еді. Талғат Алматының жасыл желекті көшелерін кезіп ұзақ жүрді. Екі аяғы талып, бойы дел-сал тартқанда барып, гүл көмкерген шағын алаңқай жиегіндегі орындықтардың біріне келіп сылқ етіп отыра кетті. Қалтасынан шылым алып тұтатты. Бойын жазып, еңсесін көтерді. Қарсы алдында қырдың қызыл тастарынан өріп көтерген еңселі тұғырда Абай тұр екен. Түйе жүн шекпен бе, әлде жеңіл жібек жамылғы ма, иығынан жартылай сырғып түскен қалпы, шығыс өңірінің құйқалы көдесін етегімен сипай сүйретіліп келеді. Біржола сілкініп тастай да алмай, болмаса қаусыра жамылып киіне де алмай, етегімен жер жалата сүйреткен шапан ескіліктің, тоғышарлық пен топастықтың, көрсоқыр қараңқылық пен ұрдажық тоң мойындықтың, селк етпес селқостық пен бұйығы марғау тірліктің белгісі болар ма? Талғатқа тап осылай көрінді. Мүсінші шешімі тап осыған сайса, оның даналығы болар. Ұлы адам иығынан басып, аяғынан шалған шапан ескіліктің күндердің күнінде сыпырылып түсіп қаларын, сөйтіп ұстарасыз мұрты аузына түскен қазағың өнер мен білімге, бастарына шексіз сеніммен ілгері адымдап келеді. Қолына қысқан кітабы, алысқа үңілген анау ойлы жанарлары сол сенімнің белгісі емес пе? Талғат ұлы Абай ескерткішіне үңіле қарап отырып, осындай бір ойға келген. Бәлкім мүсінші трактовкасында басқаша ұғым түсінікті беретін болар. Бірақ Талғат түсінігінде осынау шешімге шүбәсіз сенгендей еді. Бірақ Абай заманынан келе жатқан қатын алма қайын ал дейтін қағиданың жаны мұнша сірі болары несі? Жаңа ғана әкесі де 90 ауыз сөздің түйінін осы қағидаға тіреді емес пе? Байқастап отырса, әке тірлігі де, оның күнбе күнгі қызметі де, анау креслосы, мініп жүрген Волгасы да, дәм тұзы араласып кеткен Сәркен Сәтбаевич те, оның ерке тотай әдемі қызы Жанна да, Абай күрескен ескіліктің өңі айналдырылған, ептеп өңделген жаңа түр екен ғой. О тоба, таңдай қағып, жаңалық деп жар салып жатқандарымыздың бәрі ұмыт болған ескілік болып шыққаны ма сонда? Ақ сүйектер мен қаралар, төрелер мен төлеңгіттер. Талғат ұлы бабасының мұң кіреукелеген байсалды жүзіне тағы да үңілді. Әкесі мен шешесінің қыспағында қалып, бұлқынса да бұлтара алмай, өз жанын өзі жеп, күйзеліске түскен жігіт дала данасының бірсыпыра өлеңдерін жатқа білуші еді. Онысын өзі мақтан тұтатын. Москвада оқып жүргенде де қазақ жастары арасында Талғат беделінің биіктеп кеткені қазақ әдебиетін зерделей алар зеректігі болатын. Қанша жыл орысша оқыса да, туған тілінде мүлтіксіз, мүдіріссіз таза сөйлей алар қабілетін институт бітірген соң одан әрі ұштай түскен. Сондағы басына жастап жатып оқитыны алдымен осы Абай еді ғой. Неткен тереңдік десеңізші. Ішкі ой ағыстары мен иірім қалтарыстары алуан сырлы Абай үнін бүгінде жатсынып жатырқай алмайсыз. Оның ұлылығы да, ғасырлардың биік тұрған заңғарлығы да осында ғой. Өзімен бірге өлмеген ізгілікке не жетсін. Қазір де Талғат ұлы бабасының ескерткіші алдында отырып, сол бабасының бірталай өлеңдерін іштей қайталап еді. Сірә өз жанының тұйыққа тірелген пұшайман халіне жұбаныш болар бірдеңе іздейтіндей ме қалай? Бірақ оның өлеңдерінің есіне түскен есті жолдарының бәрінде де терең күрсініс, ашулы бұлқыныс, зар кешкен күйзеліс дүниенің төрт бұрышына тегіс үңілсе де, азалы, қаралы, қан жылаған, жанына жұбаныш таппаған тебіреніс қана бардай сезілген. Талғат орнынан тұрды. Ұлы адамның иманды жүзіне
тағы бір көз қиығын тастаған. Мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма деп тұрғанда еді тас мүсін. Талғат ата-анасының ауалына ендігі жерде көндіккісі жоқ. Онысын екеуінің жанына жара салғысы жоқ, өзіне біткен сыпайы сарбасықпен жеткізсем деген. Әке деген ол кешкі тағам үстінде. Мен мына жұмыстан босату туралы өтініш бердім. Көтек, онысы несі деп шешесі селк ете түсті. Иә, сонда мына қызметің ұнамай ма? Әкесі ұлының жүзіне қабақ шытып тіксіне қадалған. Жоқ, неге ұнамасын, ұнайды. Бірақ республикалық мекемеде істеу үшін төменгі буынның жүрек соғысын сезіну керек сияқты. Жоғарғы, төменгі, сондай ұғым қайдан шыққан осы? Әкесі стол басынан тұрып кетті. Төменгінің жүрек соғысын қашанда жоғарғы жақ бақылап қана қоймайды, қалай соғу керектігінде басқарып отырады емес пе? Ендеше өзің айтқандай, төменгінің жүрегінде сенің нең бар? Оны жөндеп, дұрыстап отыратындар үшін басың неге ауырады? Ойбай-ау, әкесі-ау, мынау колхозға барып жұмыс істеймін деп отыр ғой өзі деген шешесі де ыршып орнынан тұрып кеткен. Несі бар? Колхозда да біз сияқтылар еңбек ететін шығар. Одан несіне үркесіздер? Талғат екі жақтан қусырып ала жөнелген әке шешесіне кезек күлімдей қарап басын шайқады. Ренжімеңіздер, бәрін де қайта бастауға тура келеді. Өзіңіз айтпаушы ма едіңіз, қызметті сатылап бастау керек деп. Маған сол ақылыңыз қатты ұнаушы еді. Әй бала, сатылау матылауға уақыт бар ма? Алдымен соны айтшы маған. Заман қандай, заң қандай? Сатылап өрлегеніңше мені осы арада отыра береді деп тұрмысың. Соны неге түсінбейсің? 30-ға таялып қалдық. Сен сатылап жеткенше мына орның күтіп тұрады деген сені. Бар мәселе менің отырған орныма тіреліп тұрса, ол орынның сұрауы жоқ. Басқаларға қидым деген Талғат та орнынан тұрған. Ойбай-ау, енді не бетімді айтамын? Сенің өзің кеткеніңде жұрттың жұмысы жоқ, істей алмай шығып қалыпты дейді ғой дос-дұшпан деген шешесі теңселе басып креслоға барып отырды. Сізге ұлыңның тағдырынан да дос-дұшпанның өсегі өтімдірек осы. Қит етсе дос-дұшпан сөйтеді бүйтеді дейсіз. Кімнің аузына қақпақ қоясыз? Десе дей берсін. Одан несін шошынасыз деген Талғат шешесін қапсыра құшақтап бетіне бетін тақап еркелей қалған. Қайдам, әйтеуір сөзге қалмасақ болды да, дос бар, дұшпан бар дегендей. Қойшы сенде, дос-дұшпан деп қақсамай. Одан да мына ұлдың жағдайын ойлайық. Ал не ойлағаның бар, соны айтшы деген әкесі ұлына тағы да сынай көз тастаған. Ойлағаным сол, бір облысқа барып қызметті берген жерден бастасам деймін. Ха, жетіскен екенсің. Облыста немене, құрақ-ұшар әке-шешең отыр ма? Шешесі шын кейіп қалды. Осы Алматыдан басқа жердегінің бәрі тамұқта жүргендей көрінетін не сіздерге? Әке, өзің де ауылдан келмеп пе едің осы араға? Біле білсек біздің түп тамырымыз елде, сонау туған жерде емес пе еді? Алматының Алматы болып тұрғаны да сол ел тірлігінің арқасы емес пе? Бабалар, аталар дегенде сондайсыңдар. Ендеше солардың бір ұрпағы, бабалар өнген топыраққа барамын, сол арадан қайта өнемін десе, неге шошынасыңдар? Жыртық жең, сауыс өңір ауыл балаларының тұрмысына жақын болғым келеді. Күндіз-түні салп-салп мал соңында жүрген анау жалғыз ағаңның тұрмысын өз көзіңмен көрдің бе әке? Жоқ, ал сенші мама? Атам мен әжем өлгелі, өз жұртыңнан неге безіп кеттің? Бар рахат Алматыда-ақ шығар, бірақ құс екеш құста ұшқан ұясын ұмытпайтын еді ғой. Сөйте тұра жастарды кінәлайсыздар. Жастар бұзық, жастар көргенсіз. Үлкенді сыйламайтын да жастар, сүйе білмейтіндер де, өмірге жеңіл қарайтын да жастар. Оған кім кінәлі? Менің кресломды ойлап, бас ауыртқанша соны ойласаңыз етті одан да. Мансапқорлыққа, шен құмарлыққа үйрететіндер де өздерің екендігін мойындағыларың келмейді, тіпті түсінгілерің келмейді.